Армысыздар кітап сүйер қауым. Ақтөбе облыстық арнайы кітапханасы ұйымдастырған ұлтымыздың ұлы ақыны, ойшылы, сазгері Шәкәрім Құдайбердіұлының 165 жылдығына арналған Мәнді сөздер атты челленджін Шымкент қалалық арнайы кітапханасынан қабыл алдық. Ұлы Абайдың ақындық мектебінің көрнекті өкілі Шәкәрім қазақ әдебиетінде және рухани дүниетанымында да алар орны ерекше. Шәкәрім бабамыз өзінің өлмес өнерімен тұтас дәуірдің шындығын жырлап, өміршең ойларымен сол дәуірді саралап берді. Жасымнан жетік білдім түрік тілін, сол тілге аударылған барлық білім. Ерінбей еңбек еттім еңбек жанды, жарқырап қараңғыдан туып күнім. Оятқан мені ерте шығыс жыры, айнадай айқын болды әлем сыры. Талпынып орыс тілін үйренумен, надандықтың тазарып кеттігірі. Танбаймын шәкіртімін Толстойдың, алдампаз арам сопы кәпір қойдың. Жанымен сүйді әділет ардың жолын, сондықтан ол иесі терең ойдың. Шәкәрім Құдайбердіұлының жас ұрпақ бойына ұлттық мәдени сананы қалыптастыру мақсатындағы челленджді Семей қалалық арнайы кітапханасына жолдаймыз.